Аяқ қолдың үйіп қалуы. Саламатсыздар ма, құрметті YouTube көрермендер? Бүгінгі видеода мен сіздерге аяқ қолдың не себепті үйіп қалады, қандай аурулардың белгісі болады және қалай емдеуге болады, сол туралы сөйлесеміз. Аяқ немесе қолдың үйіп қалуы медицинада парестезия деп айтылады. Өзі аяқ қолдың үйіп қалуы дегенде біз нені түсінеміз? Бірден күтпеген кезімізде қолда немесе аяғымыздың бір бөлігінде қол шаншып, жансызданып, немесе салқын тартып, осы қолда немесе аяқта құмырсқалар жүргенде сезім болып, жансызданып қалатын болса, бұл бізде аяқ қолдың үйіп қалуы деп айтуымызға болады. Меніңше мұндай жағдай көпшілік адам басынан өткен. Мұндай жағдайдан қашан қорқу қажет? Бұл күнде қайталана берсе, оған қоса немесе бір үйіп қалған кезде ұзақ уақыт үйіп қалып ұстап қалатын болса, сағаттап кететін болса, бұл кезде жедел түрде медициналық көмек шақыру қажет, жедел түрде дәрігерге бару қажет деген сөз. Бірақ көбінесе бұл жағдай қысқа уақыт болады. Бұл жағдай көбінесе біз ұйқыдан оянған кезімізде, ұйықтап қалған кезде, немесе бір жерде ұзақ уақыт отырып қалған кезімізде, аяқ немесе қолымыз ұйып қалады. Мұның негізгі себептері ең бірінші бұл, егер сізде үнемі қолдарыңыз үйіп қалу кездесетін болса, тек қолдарыңызда, бұл кезде сізде мойындағы остеохондроз себепті, мойында тұз жинауы себепті, немесе мойын омыртқаларында грыжа, протрузия сияқты ауруларыңыз болатын болса, бұл міндетті түрде қолға өз әсерін тигізеді. Тура осылай, егер сізде үнемі тек қолда ондай мазасыздық болмайды, тек аяқтарыңызда үнемі үйіп қалу, тартып қалу, аяқтарыңызда осындай мұздап, жансызданып қалу сияқты сезімде болатын болса, бұның негізгі себебі белден өткен нерв тамырларында, яғни белде грыжа болатын болса, белде протрузия болатын болса, мұның негізгі себебі белде болуы мүмкін. Бұл кезде сіз міндетті түрде МРТ-ға түсіп, өзіңізде протрузия немесе грыжаңыз қай дәрежеде, соны анықтап, соған қарай емдеуіңіз қажет болады. Себебі тек қолдың өзін немесе тек аяқтың өзін емдей бергеніңізбен, бұл белден немесе омыртқадан, мойыннан болып жатқан себеп болатын болса, себебін емдемегенше бұл сіздің еміңіз нәтиже бермейтін болады. Ал енді мойын таза, ешқандай тұз жинауы, остеохондроз немесе грыжа сияқты жоқ, немесе белде грыжа, протрузия сияқты ауруларыңыз жоқ. Барлығы таза. Бұндай жағдайда сізде осындай аяқ қолыңыз тартып қалып мазалай беретін болса, екінші себеп болуы мүмкін, бұл жалпы қан айналым бұзылысынан, яғни қанның қоюлығынан, қан аздығынан болуы мүмкін. Мұндай жағдайда сізде қанды сұйылтатын дәрі-дәрмектер қажет, және де осындай қанды сұйылтатын капельницалар және де ағзаңыздағы жеткіліксіздіктерді толтыру қажет болады. Қосымша физикалық жаттығулармен қосып. Кейінгі себеп, егер сізде бірде қолыңыз үйіп қалып, немесе бірде аяғыңыз үйіп қалып, екеуі қатар жүретін болса, қолда да, аяқта да мұндай жағдай жиі кездесетін болса, бұл кезде сізде ағзаңызда витамин, микроэлементтердің жетіспей жатқанының белгісі. Ағзада магний, кальций, витамин В тобының витаминдері, осындай ағзадағы витамин, микроэлементтер азайып кететін болса да, осындай аяқ қолдың үйіп қалуымен бір белгісін көрсетеді. Кейінгі себебі тек қол емес, аяқ емес, тек алақанның өзі ғана үнемі үйіп қала беруі. Бұл кезде сіз синдром Рейно деген ауруды тексеруіңіз қажет болады. Мұның қосымша басқа да белгілері бар. Қолдың ұшы ағарып, көгеріп, ақ түсті болып кетеді. Бұл диагнозды сізге нақты невролог маманы қойып бере алады. Сізде синдром Рейно ауруы болмаса, мұндай жағдайда тек алақандардың осындай үйіп қала беруі үнемі, бұл кезде осы сүйектердің ортасына өткен алақанға келетін нервтердің зақымдануымен болатын ауру. Көбінесе компьютердің мышкасымен жұмыс жасайтын адамдар, қолын қимылдатпай, самокат, велосипед көп айдайтын адамдар, яғни бір позада ұзақ уақыт тұратын адамдар, өте көп жазу жазатын адамдар, қолды бірдей жағдайда ұзақ ұстап отыратын адамдарда себеп бола алады. Брезик каналының синдромы, яғни қол буынының жүйкесінің қысылуы деген
диагноз бар. Яғни осындай айтып отырғанымдай ұзақ уақыт қолды бірдей жағдайда ұстап тұру немесе ұзақ уақыт бірдей тігіс тігу, тек қолмен жұмыс жасайтын адамдар, немесе ұзақ уақыт жазу сияқты осындай бір жағдайда қолды ұстап тұра беру, себепті қолыңыз үнемі ұйып қала беретін болса, бұл сіздің жұмысыңыз мысалы тігінші болатын болса, әр 2 сағат сайын, 1 сағат сайын қолды демалдырып отыру қажет. Яғни себепті жою қажет. Онсыз қанша ем алсаңыз да пайдасы өте аз болады. Аяқта да осындай бір қалыпты жұмыс істеу, мысалы таксистерде бір қалыпты ұзақ уақыт азаннан кешке дейін таксистік жасайды. Арасында бір магазинге басқа жаққа түсуі мүмкін, бірақ бір қалыпта өте ұзақ уақыт отырады. Осы себепті аяқтардың үнемі ұйып қалуы, салқын тартып осындай ұйып қалатын жағдай таксистерде өте жиі кездеседі. Ұзақ уақыт тік тұрып жұмыс істейтін болсаңыз да, ұзақ уақыт осындай таксистік жұмыс жасайтын болсаңыз да, әр сағат сайын кем дегенде 5-10 минут аяқ қолыңызды қимылдатып, бүткіл буыныңызды ашып, 5-10 минут болса да жаттығу жасап, осындай аурулардан өзіңізді алшақ ұстай алуыңызға болады. Кейінгі себеп болуы мүмкін травмалар, әртүрлі жарақаттар алған болсаңыз. Сол алған жарақатыңыз өз уақытында дұрыс емделмеген болса, бұл да сізді осындай аяқ қолдың ұйып қалуы сияқты белгілерге жиі алып келеді. Кейінгі себеп гиподинамия, аз қимыл қозғалыспен отыратын адамда, яғни сіз қаншалықты қимыл қозғалысыңыз аз болады, мысалы жеген тамағыңызға жараса энергия шығармайтын болсаңыз, сізде қан айналымы бұзылады, артық салмақ пайда болады, және де осындай қол аяқтың үнемі ұйып қалуы, қанның қоюлануы сияқты басқа да көптеген аурулар сізге келе беретін болады. Сол үшін осы бізге Алла тағала денемізді қимылдату үшін берген ба, күнде таңертеңгі ең болмағанда 10-15 минут жаттығу жасау, бүткіл денені қимылдату, бұл біздің міндетіміз. Яғни аз қимыл қозғалыс нәтижесінде бізде нерв тамырлардың жұмысы бұзылады, қан айналымы бұзылады. Нәтижесінде осындай аяқ қолдың ұйып қалуына алып келеді. Кейінгі себебі сізде варикоз болатын болса, аяқтарыңыздағы қан айналымы бұзылысына, аяқтардың жиі ұйып қалуына себеп бола алады. Кейінгі себеп нерв, стресс та осы аяқ қолдың ұйып қалуына себеп бола алады. Бірдеңені уайымдап жүрсеңіз, ашуланып жүрсеңіз, осыған байланысты ем қабылдап жүруіңіз қажет. Үнемі стрессте жүретін адамдарда осындай аяқ қолын жиі тартып қалуы, жиі ұйып қалуы сияқты белгілер жиі кездеседі. Кейінгі себеп аяқ қолдың жиі ұйып қалуына себеп болатын кейінгі себеп осы басқа да бір ауруларыңыз болатын болса, сол ауруларды емдеу мақсатында ішіп жүрген дәрі-дәрмектеріңіздің де жанама әсерінде осындай аяқ қолдың ұйып қалуы, парестезия деген сияқты жазулар болатын болса, бұл да сіздің аяқ қолыңыздың ұйып қалып жүруіне себеп бола алады. Сол себепті әрбір ішіп жүрген дәрілеріңіздің пайдасын, жанама әсерін қабылдауға болмайтын көрсеткіштерін нақты оқып, кейін қабылдау қажет. Немесе ауыр жұмыста ұзақ уақыт жұмыс істеуде осындай аяқ қолдың жиі ұйып қалуына себеп бола алады. Емі де осыған байланысты болады. Үлкен кісі болатын болсаңыз, сізде жиі осындай аяқ қолдың ұйып қалуы сияқты сезімдер жиі мазалайтын болса, бұл кезде сіз үнемі күнде кешқұрын осындай ванночкалар жасап, қолға, аяққа ыстық су, қолда аяқты ыстық суға салып, оған ромашка сияқты пайдалы шөптерді салып, ыстық денеге жағымды суға салып отырсаңыз, және де одан ардың әртүрлі майлармен, маздармен массаж жасасаңыз, аяғыңызға, қолыңызға, бұл сізге эффективті көмектесе алады. Бұған қосымша өзіңізге жеңіл жаттығулар қосыңыз, гимнастика, йогамен айналысыңыз. Түнде ұйықтаған кезде де аяғыңыздың астына жастық қойып, демалдырып жатыңыз. Оған қоса осындай отбасылық дәрігеріңізбен ақылдасып, әртүрлі витамин В комплекс витаминдерін, магний сияқты өзіңіздің ағзаңыздағы жеткіліксіз витаминдердің орнын толтырсаңыз, бұндай аяқ қолдың ұйып қалуы сияқты жағымсыз сезімдер адамды ұзақ уақыт мазалап жүрмейді. Бүгін сіздерге мен өте көп себептерін айттым. Себептерін айтудағы мақсатым осы себептерді жоймағаныңызша, бұл аяқ қолдың ұйып қалуы сізді жиі мазалай береді. Сол себепті гиподинамия, аз қимыл қозғалыс жасайтын адамдар
өзіңізге осындай йога, гимнастика сияқты жаттығуларды қосып таңертеңгілік серуенді және де аш қарынға жүруді әдетке айналдырыңыз. Көп су ішіңіз, дұрыс өмір сүру салтына көшуіңізді өтінетін болатын едім. Осы видеоға лайк басып, коммент жазып кетсеңіз, мен өте қуанышты болатын едім. Бұл мен үшін өте маңызды. Кейінгі видеода қандай сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетсеңіз, ең көп сұраған сұрақтарды осындай қажетті видеоларды видео формат түрінде түсіп ютубқа салатын боламын. Болашақта бұл каналда бұдан да құнды мәліметтер болуына уәде беремін.